Баршаңызға сәлем. Күзде ауа райының құбылмалығы, жаңбыр мен жоғары ылғалдылық, ауа температурасының төмендеуі, күннің қысқаруы, атмосфералық қысымның өзгеруі сынды жайттар созылмалы аурулардың өршуіне алып келеді. Дәрігерлер де күз мезгілінде науқастар санының шектен тыс артатынын айтады. Осы видеода күзде қандай аурулар өршитіні және ондай ауру түрлерінен қалай сақтануға болатыны жайлы пайдалы кеңестер ұсынамын. Суық тию және ЖРВИ, яғни жедел респираторлы вирусты инфекция, жыл мезгілінің күрт өзгеруіне байланысты дененің күйзеліске ұшырайтынының дәлелі. Әлсіреген дене соңында вирустарға ғана емес, суыққа да қарсы тұра алмай қалады. Иммунитеттің әлсіреуінен лор жүйесінің аурулары оңай дамуы мүмкін. Соның ішінде ангина, фарингит, танзилит, ларингит, трахеит, бронхит, ринит, гайморит, ортаңғы отит және тағы басқалары. Суық тиюдің тағы да бір ықтимал теріс салдары цистит. Күзде қуық пен зәр шығару жолдарының инфекциялары жиі кездеседі. Оның ең айқын симптомы қиын және ауыр зәр шығару. Егер емделмеген болса, жедел цистит көптеген рецидивтермен оңай созылмалы болады. Сондай-ақ пилонефрит түріндегі асқыну қаупі бар, яғни бүйректің қабынуы болуы мүмкін. Аталмыш ауруды емдеу әлдеқайда қиын және ұзағырақ болып келеді. Ал тыныс жолдарының ауруларының өршуінің белгілеріне жөтел, ринит, бас ауруы, дене қызуының көтерілуі жатады. Сондай-ақ бронхит те бірден емделмесе, өршіп созылмалы ауруға ұласып кету қаупі бар. Ас қорыту жүйесінің созылмалы аурулары күзде жүрек айну, метеоризм, ішектің ауруы түрінде көрінеді. Иммунитеттің төмендеуі хеликобактер пилори бактериясының белсендірілуіне ықпал етеді. Бұл күзде созылмалы гастрит, дуоденит, асқазан мен 12 ел ішектің ойық жарасының нашарлауына әкеледі. Созылмалы буын ауруларының өршуінің белгілері ауырсынуды, ісінуді және қозғалғыштығын жоғалтуды қамтуы мүмкін. Күздің бірінші айы аллергиямен ауыратындар үшін өте қиын өтеді. Арам шөптердің гүлденуінің шыңы қыркүйек айында болады. Әлсіздік пен летаргия жағдайы ринит пен шырышты қабықтың қышуымен және түшкірумен, кейде конъюнктивитпен бірге жүреді. Аллергияны жылдар бойы елеусіз қалдыруға болмайды. Әйтпесе адам жасы ұлғайған сайын ол астмаға айналуы мүмкін. Алдын алу жолдары. Дәстүрлі кезде өршитін аурулардың, әсіресе суық тиюдің алдын алудың ең маңызды құралы әрине иммунитетті нығайту. Қалыпты физикалық белсенділік, барлық қажетті дәрумен мен микроэлементтердің жеткілікті мөлшері бар, салауатты теңдестірілген тамақтану, жақсы ұйқы, белсенді өмір салтын естен шығармасаңыз, кез келген ауру түрінен қорықпауға болады. Сондай-ақ ауа райы болжамын қадағалап, соған сәйкес киінгеніңіз абзал. Аяқтан суық өткізіп алмауға тырысыңыз, өйткені бүкіл дененің гипотермиясы ең алдымен аяқтардан келеді. Аллергиямен ауыратындар арнайы сынақтардан өтіп, нақты қандай ағаш немесе шөп түріне аллергиясы барын анықтағаны жөн. Содан кейін аллергологтың ұсыныстарын орындау керек. Созылмалы аурулары жайлы білетін науқастар күзде өз әл-ауқатын мұқият бақылауы керек. Терапиялық жаттығулар мен физиотерапия буындардағы ауырсынудың тамаша алдын алуы болып табылады. Кез келген жағдайда асқынуларды болдырмау үшін дереу дәрігермен кеңесіп, уақытылы емдеуді бастаған дұрыс. Құрметті арнамның көрермендері, егер де сіздерге видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.